Сәлем, каналыма міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың негіздердің қасиеттері тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: негіздердің физикалық қасиеттері қандай? Және екінші сұрақ: негіздердің жалпы формуласын жазыңдар. Негіздердің көпшілігі судағы ерігіштігі мен түстері әртүрлі болып келетін қатты заттар. Негіздердің жалпы формуласы металл OHN. Бұл жерде ме дегеніміз металл, OH дегеніміз гидроксотоп, және N дегеніміз индекс. Үшінші сұрақ: қандай негіздер сілтілер деп аталады? Суда еритін негіздер сілтілер. Сілті ерітінділері ұстап көргенде қолға сабын сияқты сезіледі. Төртінші сұрақ: сілтілермен жұмыс істеу кезінде қандай қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау керек? Тері мен көзге зиян тигізбес үшін арнайы қолғап пен көзілдірік кию керек. Тәжірибе жасайтын ыдыстың тазалығын тексеру керек. Жұмысқа қажет емес заттарды жұмыс істерінен алып тастау керек. Байқамай қолына немесе киіміне сілтілер тиіп кетсе, суды көбірек пайдаланып жуып жіберу қажет. Бесінші сұрақ: еритін негіздерді қандай сапалық реакциямен анықтауға болады? Еритін негіздерге сапалық реакция ретінде сілтілер мен тұздардың алмасу реакциясын жазсақ болады. Сілті мен тұздар алмасу реакциясына түскенде нәтижесінде бізде ерімейтін негіз бен тұз түзіледі. Реакцияға келсек, натрий OH қосылған феррум хлор 2 түзеді. Феррум OH2 бұл бізде тұнба қосылған натрий хлор. Реакцияны теңестіру үшін натрий OH-ның алдына 2 және натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Алтыншы сұрақ: сілті ерітінділерін қандай индикаторлармен анықтайды? Жетінші сұрақ: сілтілік ортада фенолфталиннің түсі қалай өзгереді? Алтыншы сұрақтың жауабы: сілтілер индикаторлардың түсін өзгертеді. Лакмус көгереді, түссіз тұрған фенолфталин таңқурай түске енеді, ал метил оранж сарғаяды. Жетінші сұрақтың жауабы: сілтілік ортада түссіз тұрған фенолфталин таңқурай түске енеді. Сегізінші сұрақ: гидроксид формулалары және олардың тұз қышқылымен әрекеттесуі нәтижесінде түзілген өнімдер арасындағы сәйкестікті табыңдар. Ең алдымен аммоний гидроксиді, бұл Ә нұсқасы. Келесі темірдің 3 валентті гидроксиді Б нұсқасы, натрий гидроксиді Г нұсқасы және литий гидроксиді бізде А нұсқасы. Қалған В және Г нұсқалары бұл жерде сәйкес келмейді. Тоғызыншы сұрақ: қандай негіздерді қыздырғанда айырылады? Химиялық теңдеулер түрінде мысалдар келтіріңдер. Ерімейтін негіздер термиялық тұрғыдан тұрақсыз, қыздырғанда айырылады. Мысалы, мыстың эквивалентті гидроксидінің көк тұнбасын қыздырғанда қара түсті мыстың эквивалентті оксиді мен су түзіледі. Яғни купрум OH2 температура әсерінен қыздырамыз, нәтижесінде купрум О қосылған H2O түзіледі. 10-шы сұрақ: берілген өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазыңдар. А нұсқасы бізде калий 2O түзеді калий OH, түзеді калий 2CO3, түзеді калий 2SO4. Бізде 3 реакция жазамыз. Алғашқысы калий 2O қосылған H2O түзеді калий OH. Теңестіру үшін калий OH-ның алдына 2 қоямыз. Келесі калий OH қосылған кальций CO3 түзеді калий 2CO3 қосылған кальций OH2. Теңестіру үшін калий OH-тың алдына 2 қоямыз. Калий CO3 қосылған H2SO4 түзеді калий 2SO4 қосылған H2O қосылған CO2. Бізде CO2 газ болып ұшады. Келесі Ә нұсқасы: феррум OH2-ден феррум О, феррум Одан феррум хлор 2, феррум хлор 2-ден феррум OH2 алуымыз қажет. Нәтижесінде бізде 3 реакция шығады. Алғашқысы феррум OH2 температура әсерінен қыздырып айырылады. Феррум О қосылған H2O-ға. Келесі реакция феррум О қосылған H хлор түзеді феррум хлор 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз.
Феррум хлор 2 қосылған натрий OH түзеді. Феррум OH2 қосылған натрий хлор. Теңестіру үшін натрий OH-тың алдына 2, натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі Б жағдайы. Литийден литий 2O, литий 2О'дан литий OH, литий OH-тан литий 3PO4 алу қажет. Нәтижесінде 3 реакция шығады. Алғашқысы литий қосылған O2 түзеді. Литий 2O теңестіру үшін литий 2О'ның алдына 2, литийдің алдына 4 қоямыз. Литий 2O қосылған H2O түзеді. Литий OH теңестіру үшін литий OH-тың алдына 2 қоямыз. Литий OH қосылған H3PO4 нәтижесінде литий 3PO4 қосылған H2O теңестіру үшін H2О'ның алдына 3, литий OH-тың алдына 3 қоямыз. Келесі В жағдайы. Бериллий қосылған бериллий O, бериллий NO3-2, бериллий OH2, бериллий O және де бериллий SO4 алуымыз қажет. Бізде 5 реакция болу қажет. Алғашқысы бериллий қосылған O2 түзеді. Бериллий O теңестіру үшін бериллий О'ның алдына 2, бериллийдің алдына 2 қоямыз. Келесі бериллий O қосылған HNO3 түзеді. Бериллий NO3-2 қосылған H2 теңестіру үшін HNO3-тің алдына 2 қоямыз. Бериллий NO3-2 қосылған натрий OH түзеді. Бериллий OH2 қосылған натрий NO3. Нәтижесінде теңестіру үшін натрий NO3-ге 2, натрий OH-қа 2 қоямыз. Келесі реакция. Бериллий OH2-ні температура әсерінен қыздырамыз. Нәтижесінде бериллий O қосылған H2O түзіледі. Бериллий O қосылған H2SO4 түзеді. Бериллий SO4 қосылған H2O. Бірінші есеп. Массасы 15,6 грамм алюминий гидроксиді айырылғанда алюминий оксидінің қандай массасы түзіледі? Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Алюминий OH3 түзеді. Алюминий 2O3 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2O-ның алдына 3, алюминий OH3-тің алдына 2 қоямыз. Есептің берілгенде алюминий OH3-тің массасы 15,6 грамм, ал молярлы массасы 156 грамм. Бізге алюминий оксидінің массасын табу қажет, оны X грамм деп жазамыз, ал оның молярлы массасы 102 граммға тең. X-ті табу үшін 15,6-ны 102-ге көбейтіп, 156-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 10,2 грамм шығады. Есептің жауабы алюминий оксидінің массасы 10,2 граммға тең. Екінші есеп. Массасы 2,8 грамм кальций оксиді сумен әрекеттескенде түзілетін кальций гидроксидінің массасын табыңдар. Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Кальций О қосылған H2O түзеді. Кальций OH2. Бұл жерде бізде есептің берілгенде кальций оксидінің массасы 2,8 граммға тең. Ал оның молярлы массасы 56 граммға тең. Бізге кальций гидроксидінің массасын табу қажет, оны X грамм деп жазамыз. Ал оның молярлы массасы 74 граммға тең. Осы жерден X-ті табу үшін пропорция құрамыз. 2,8-ді 74-ге көбейтіп 56-ға бөлеміз. Нәтижесінде 3,7 грамм шығады. Есептің жауабы кальций гидроксидінің массасы 3,7 граммға тең. Үшінші есеп. Сабанның қоректік қасиетін арттыру үшін оны 36 сағат бойы натрий гидроксидінің ерітіндісімен өңдейді. Массасы 400 грамм ерітінді құрамында 8 грамм натрий гидроксиді болса, аталған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі қанша? Массалық үлесті табу үшін массалық үлестің формуласын есімізге түсірейік. Ол еріген зат бөлінген ерітінді көбейтілген 100% болатын. Бізде бұл жерде еріген заттың массасы бар, ол 8 грамм, және де ерітіндінің де массасы бар. Яғни 8 граммды 400 граммға бөліп 100%-ға көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 2% шығады. Яғни натрий гидроксидінің массалық үлесі 2%. Төртінші есеп. Массалық үлесі 7,3% болатын тұз қышқылының 200 грамм ерітіндісін бейтарақтауға 200 грамм натрий гидроксидінің ерітіндісі жұмсалды.
осы ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесін есептеңдер. Есептің берілгенде тұз қышқылы 7,3% деп берілген. Алайда бізге 200 грамм ерітіндіде тұз қышқылы нақты қанша грамм екенін тауып алуымыз қажет. Ол үшін пропорция құрамыз. 200 грамм ерітінді 100%, ал 7,3% қанша грамм тұз қышқылы екенін табуымыз қажет. Пропорция нәтижесінде 200-ді 73-ке көбейтіп 100%-ға бөлеміз, нәтижесінде 14,6 грамм шығады. Бұл 200 грамм ерітіндідегі тұз қышқылының массасы. Енді бізге осы тұз қышқылының зат мөлшерін табу қажет. Ол үшін массаны молярлы массаға бөлеміз. Яғни 14,6 бөлінген 36,5 тең болады 0,4 мольге. Бізде екі ерітіндіміз де 200 грамм, сондықтан натрий гидроксиді де H хлорда 0,4 мольге тең, яғни олардың зат мөлшері бірдей. Осы жерден натрий гидроксидінің массасын тауып алуға болады. Ол үшін зат мөлшерін молярлы массаға көбейтеміз. Яғни 0,4 моль көбейтілген 40 грамм моль. Нәтижесінде 16 грамм шығады. Енді бізге натрий гидроксидінің массалық үлесін табу қажет. Ол үшін еріген затты ерітіндіге бөлеміз және 100%-ға көбейтеміз. Яғни 16 бөлінген 200 көбейтілген 100% тең болады 8%-ға. Яғни есептің жауабы натрий гидроксидінің массалық үлесі 8%-ға тең.